I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, I want to play with you, kiddo. Maybe we could... Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Абай ғой арнасы. Бүгін сіздер күткен қорқынышты психиканы бұзатын ойындардың екінші бөлімін айтатын боламыз. Лайк басып, арнаға тіркеліп, жаңадан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Көп созбай видеоны бастаймыз. Сіздер білетін Блаз және Монстр көліктері атты мультсериал бар. Оның да әртүрлі ойындары көп. Соның ішінде қорқынышты ойынын айтайын. Ол әрине Блазға қоңырау соғу немесе сөйлесу деп те аталады. Ол ойынды сыртынан қарап балаларға арналған жай ойын деп ойлайсыз. Алайда олай емес. Кіргенде сізге Блаз көлігі қоңырау соғады. Әрине, онымен сөйлескісі келетін балалар қоңырауды көтереді. Қоңырау басында ешқандай қорқынышты ештеңе байқалмайды. Онымен сөйлесу барысында неге қорқып тұрсың? Мүмкін менің қолымдағы пышақты көріп шошып кеткен шығарсың деген диалогтар кетеді. Бұл ойындағы диалогтарды өзіңіз тыңдап көріңіз. I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, I want to play with you, kiddo. Maybe we could perform some fun games together. What's this, hogwash? You look afraid. Is it this knife in my whirly-turly hands? Making you a little nervous, huh? That's all right, 'cause this knife is gonna improve your look when it's sticking right out of you. Өздеріңіз естігендей, кішкентай балалар өзінің сүйікті кейіпкермен сөйлесемін деп ойынды жазып алып ойнайды. Алайда осындай сөздерді сүйікті кейіпкерінен естісе, қатты қорқып, одан бетер ол кейіпкерді жек көріп кетпей ме? Өз пікіріңізді пікірге жазыңыз. Екінші ойын Can Your Pet деп аталады. Ең алдымен бұл сөздің мағынасын ашып алайық. Жалпы Can Your Pet сөзінің аудармасы сіздің балапаныңыздың қолынан не келеді деп аударылады. Енді ойынның қалай ойналатынын айтайын. Ең алдымен сіз Sims, FIFA ойындары сияқты өз балапаныңызға ат қойып, балапаныңызды құрастырасыз. Шашын өзгертіп, түр-түсін өзгертесіз. Ойынның қорқынышты сәті әлі басталмайды. Ең алдымен сіз құрастырған балапаныңызға күтім жасап, тамақтандырып, жуындырып, бір сөзбен айтқанда жағдайын жасайсыз. Бұл нәрселердің бәрін сіз астындағы көрсетілген батырмалар арқылы жасайсыз. Бірақ астында велосипедтің батырмасы тұрады. Оны көп балалар серуендету немесе ойнату батырмасы деп ойлап басады. Қорқынышты қанды көрініс осы кезде басталады.
осы батырманы басқанда велосипед кері айналып ет майдалағышқа айналып сіздің балапаныңызды бөлшектерге бөліп тастайды. Бұны кішкентай балалардың психикасына әсер етеді. Қан бөлшектелген денелер балаларға қорқыныш тудырады. Осымен достар, сіздерге ұсынған екі қорқынышты ойындар көңіліңізден шықты ма? Көңіліңізден шықса, лайк басып, арнаға тіркеліп, жаңадан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.